Дайындадым. Енді қарыз деп жазамын. 208 адам деп мына жерде жазып қоямын. Қалай жұмыс жасап жатыр деген адамдарға осы арнайы видео түсіріліп жатыр. 208. Міне уже дайын тұр. Міне полный видео барды, комплексный. Енді келесі адамға барамыз. Менде енді тақырып мынандай қарыз тақырыбы бар, истихфар, мынанша адам барлығына бүгін сағат 7-тен бастап жауап беріп жатқан адамдардан барлығы. Одан кейін иманыңыз әлсіз болса, оған видео жіберіледі. Истихфар мен зікір деген тема, сосын бала, сосын қарызға батып кеткен тема, сосын бала, 194-ші бала көтере алмай жүргендерге. Бұларға да арнайы барлығына подборка жасап видеолар дайындалып қойған. Иман әлсіз, истихфар, қарыз, орамал, әлсіз, осын барлығын дайындап қойған. Азарт ойын деген, измена, шипа, қарыз, шипа, иман, әлсіз, истихфар, осын барлығы кейде бір адамда и қарыз да келеді, и иманы әлсіз, и ауру мысалға. Сол кезде уже осындай ауыратын адам болса, осындай бірден, енді ол жерде 30-40-50 видео барады. Шипа, қарыз, иман әлсіз, осылардың барлығын мен дайындап қойғанмын. Енді сіздерге айтатыным, қараңыздар, 789 адам тұр. Мен басынан бастап бүйтіп жауап бере алмаймын. Түсінесіздер ме? Өйткені астында күтіп атқан адамдар көп менде. Сол үшін мен астынан бастап, ең астынан бастап справедливо, честно жауап беремін. Сол үшін қашан кезек келеді, сол кезде ответ аласыздар, видео жіберіледі. Сол үшін бірден маған сұрақ қойыңыздар. Сосын исчезающий таймері сообщение дегенді удалить етіп тастаңыздар. Міне, енді мынаған кіріп, бұл күні уже тыңдайтын боламыз. Что вы делаете? Я работаю. Как работаете? Короче, маған мына жерде WhatsApp-та 791 адам жазып тұр міне. И мен соларға әртүрлі тақырыпқа дайындап қойғанбыз. Мысалға, мына жерде анық сұржанса, сәлеметсіз бе деген мына жерде мысалға. Бұл жерде уже ешқандай сұрақ қойылмаған. Ешқандай тақырып маған сұрақ қойылмағаннан кейін мен видео жібере алмаймын. Сол үшін былай жауап береміз. Ассаламу алейкум, сіз бірінші маған не жайында сұрақ мазалап жатыр ма, не мазалап жатыр, қандай әңгімеңіз бар маған айтатын, соларды бірінші айтыңыз, сол проблемаларыңызға қатысты видеолар жіберіледі. Содан кейін ана таймер исчезающих сообщений дегенді өшіріп тастаңыздар, себебі видео барады. Менде қазір 700-ден астам адам тұр. Сізге кезек, ендігі кезек бір алла біледі қашан келетін. Адам көп болғандықтан мен бірден сұрақтарыңыз қойсаңыздар, сол кезде сразу сіздерге видео баратын болады. Енді мына жерде уже міне. Ассаламу алейкум, Айнұрхан, жағдайыңыз жақсы ма? Менің проблемам ақша мәселесі. Зарплатам кредитке кетеді, түк те қалмайды. Осы проблемаға кіріп кеткенімді өзіне білмеймін. Истихфар, салауат айтып жүрмін, ешқандай нәтиже жоқ. Енді осы тақырыпқа қарап, мен уже бұл қарыз тема. Осы темаларды бөліп қойғанмын. Мысалы, мына қарыз уже 207-ші адамға жібердім. Енді 208-ші адамға жіберем. Сохранить етеміз. Қарыз мәселесі. Енді мына жерде қарыздың видеоларын барлығын полный үстіп комплексін жіберетін болам сол кісіге.